Endi mening endi mana искусствоga aralashishimga mine Jafar Şamrat'ın kızı Bibirava Jabbar Bergenova degan sebepçi oldu. Endi sol vaqtda avulning nashari endi ol Nazarxonda. So birge o'ynab, birge maktabda o'qib yurib, qizlar menen bars kelish qilib, qo'shnilarda kirib o'tirishib qiladigan edi qizlar menen. Al apa dedi, teatrga dedi, tansiga 20 bola olib atır, barasan ba dedi. Men aytdim, barayın dedim. Men endi tanış oynagandan göre qo'shiq aytganni yaxshi ko'radigan edim. Sondan keyin ko'naqlarda qo'shiq aytib, soldatlarga qo'shiq aytib berdim. Birin o'qib yurganda avulda aytadigan qo'shig'imiz bor edi, urush vaqtida uyrengan qo'shig'imiz. Sen meni suygan yarimsan, ömürlükke yoldaşımsan, armiyadan kelgenden so'ng kulib o'ynab qo'shilarsan. Usu qo'shiqni Gunag'alada voyankomatda soldatlar urushga ketayotganda aytib berdim-da, 4 ko'pli dedim. Avaz elbette yaratılsın. Allah'ın yediklerini arzunu olana belirli baksa kampanyasıdır. Yapa kadar savunan ustazlık. Arzu yapamazsa ustazlık akıl çıkaratır. Men
Arzıgül apa бұл біздің Қарақалпақ халқының бір үлкен байтерегі десе болады. Себебі бұл адам іләһида Құдай берген талант дейді ғой бізде. Сол Құдай берген таланттың атына бұл Қарақалпақ халқына ең бір сүйіклі қосықшы болып шықты. Арзугүл апалар концертке шығып қосық айтқанда жылап отқан балалар тыңлап отыратын еді. Себебі ол уақытта телевидение, радио, мына микрофон, мынадай свет, еш нәрсе жоқ еді. Еш нәрсе жоқ еді. Әне сол жерлерге барып, көп жерлерге бардық бірге концертпенен бірге. Сонда қосықты табарлап тұрып, жүдә жақсы айтып, біздер сонда хайран қалатын. Бұл қаяқтан шығарады, бұл сонша дауысты деп. Себебі халық жақсы сүйіп тыңлайды оны. Концертте бір қосық емес, 3-4 қосық айтып, сонан кейін шығып кететін еді сахнадан. Еш уақытта 2 қосық айтпайтын еді. 3-4 қосық айтатын еді. Не себептен? Себебі сол қосықты жүдә жеріне жеттіріп, суғарылған етіп айтатын еді. Халықтың жеті жүйесіне жеткеріп, халық сонда балқып тұрып, естет ұғынады. Сол себеплі қол шапатылап, қайтадан айтып берсін, қайтадан айтып берсін деп, екінші сапар айтаты ұғынады сол қосқыларды. Арзыгүл апаның сол уақыттағы киініп шыққан мәдениеті жүдә бір жақсы еді. Қазіргі жастарымызға да сол киініп шыққан мәдениеті қазіргі жастарымызға да сабақ болуы керек. Себебі халқымыздың үрпі әдеті қызлар қандай киініп шыққан, со ебей сақлап. Солардың бәрін бұлар көрсетіп шығатын өтті сахнаға. Қазіргі қызларымыз ham солардан бір қатар қыз, бәрі емес те, бір қатар қызларымыз үлгі алып со апайлардан сахнаға шығып, халыққа өзінің кім екенін көрсетсе, мен ойларым тілекке муафық болады деп.
Her yerдің өзінің мақтаныш қылатын өзінің адамдары болады. Өзбекстанда Халима Насирова, Саадат Қабылова деген апаларымыз өтті. Қазақстанда Күләш Байсейітова, Бибігүл Төлегенова, міне Қырғызстанда Киізбаева дейді көп. Сол біздің сондай мақтанатұғын, сондай мақтанып, әмме қуанып, толып, көкірегіміз толып айтатын сол талантлы апаларымыздың бірі Арзугүл апа. Өзбекстан, Қарақалпақстан халық артисті, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Арзугүл апаның несіменен жиналып жатырмыз. Апай 85-ке шығыпты.